Ассалаумағалейкум біздің көрермендер. Қалдарыңыз жақсы ма? Біз сіздерге бүгін шатут сиркесі деген Өзбекстанда жасалған өнімді таныстырайық деп отырмыз. Бұны көп адамдар білет, бірақ білгенменен соның пайдасына көп адамдар назар аудармай жатады. Бұл өте пайдалы, қасиетті, емдік қасиеті бар сондай жаңағы өнім. Бұл енді алманың уксусы болады, сол сияқты тұт ағашының жемісінен жасалған уксус. Сірке суы дейді ғой, осы уксус. Енді бұның қасиеті іштегі жаралардың бәрін жазады. Адам баласының ішінде бір жарақат болса, соны жазады. Одан кейін жаңағы инсульт, инфаркт ауруларына шалдыққан кісілердің жаңағы тамырдың жарылып кетуі деген сияқты көптеген жаңа тамырлардың жаралануы деген нәрселердің барлығысын өте жақсы емдеп жазады. Өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыздың жақсы көріп ішетін жейтін 7 түрлі тағамы болған. Сол 7 түрлі тағамның бірі уксус. Алманың уксусы болған кәдімгідей. Сірке суы дейді ғой. Соны тамаққа қосып ішкенде пайғамбарымыз өте жақсы көрген. Неге десеңіздер, оның пайдасы өте көп. Ол өте көп ауруларға ем болатын нәрсе. Әсіресе адам баласының миындағы, жатырындағы, жүрегіндегі тамырлары өте нәзік болады. Сол тамырлардың бітеліп қалмасы үшін осы сірке суын пайдаланып отырған өте абзал болады. Өздеріңіз білесіздер, микробты өлтіретін қасиеті өте күшті болады. Бұл уксус деген нәрсенің. Енді тұт ағашы дейді. Тұт ағашы деген қазақшасы. Тұт ағашы осы Қазақстанның да ыстық жерлерінде өседі. Одан кейін көбінесе Өзбекстанда өседі. Сол тұт ағашының жемісінің шырынынан жасалған жаңағы уксус, сірке суы дейді ғой. Енді білесіздер, мынау пайғамбарымыздың көптеген хадистері бар. Сонда айтады, шайтан адам баласының тамырына кіріп, қанымен айналады дейді. Шайтан әйел адамдардың жатырына кіріп, жатырдағы шаштың қылындай жіңішке тамырларды теуіп жарып кетеді деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Острый меч деген кітап бар. Өткір қылыш деген оның қазақшасы бар. Сол кітапты оқысаңыздар, сол жерде сол хадистер айтылады. Міне осы уксус деген нәрсенің бір қасиетінің күштілігі, бұл қандағы жүрген жын шайтандарды тазалайды. Баяғы адыраспанның иісіне жындар уланып қашатын сияқты, осы уксус болған жерде жын шайтан тұрмайды. Жаңағы психически ауырып жүрген кісілерді тексеру үшін жаңағы ыдыс аяқ жуатын жай губкаға, поролонға уксусты сіңіріп, оның төсегінің астына қойып қойсаңыздар, ол адам өзі белгі береді. Беретін белгілері болады. Солай бұл уксус деген нәрсені бұрыннан адамдар пайдаланған, алманың уксусын қосып ішкен, бұл пайғамбарымыздың сүннеті болады, ағайындар. Пайғамбардың сүннеті деген нәрсе, бұл Алла тағаланың кереметі деген сөз. Пайғамбардың сөзі Алланың сөзі болады. Сол үшін Құранда ол ештеңе айтпайды өз ойынан. Біз айтқызған нәрсені ғана айтады деген сияқты Алла тағала осы пайғамбарымыздың әрбір істеген ісін, сөзін сіздермен біздерге не істеп отыр? Алланың әмірі, Алланың ісі екенін айтқызып отыр. Енді бұл уксусты, шатут сиркесін ауырмай тұрып ішіп жүрген кісілер ешқандай инсульт, инфаркт, жаңағыдай тамырға тромб жиналу деген нәрселермен ешқашан ауырмайды екен. Енді бұны ішудің ережесі күніге таңертең бір қасық уксусты бір кесе жылы суға құйып ішсеңіздер болады. Бірінші ішкен кезде кішкентай қасықпен ішіңіздер. Бір 7 күндей кішкентай жаңа қасықпен ішіңіздер. Одан кейін үлкен қасықпен бір қасықты таңертең ерте аш қарында шай тамақ ішерден жарты сағат бұрын жылы суға қосып ішсеңіздер, иншалла өзінің жаңағы дәрілік қызметін көрсететін болады. Енді сіздерге қазір көрсетейік қалай ішу керек екендігін.
Міне бісмилла деп бір қасық құямыз. Міне көрдіңіздер ғой, бір қасық. Осыны кесеге құямыз. Мен өзім осылай ішемін. Енді әркім әртүрлі ішеді. Кейбіреулер сразу ішеді, артынан су ішеді. Олай да болады міне. Міне осылай дайын болады. Дайын болғаннан кейін бісмилла деп іше берсеңіздер болады. Көбінесе енді бұны тоңазытқышқа сақтайсыздар. Сол тоңазытқышта жаңағыдай салқын болып тұрғандықтан жылы суға құйып ішкен абзал болады. Міне Өзбекстанда жасалған таза жаңағы тұт ағашының жемісінен жасалған өнім. Алла барлықтарыңызға шипасын берсін, пайдаларыңызға, игіліктеріңізге жарасын.